Привет, Пери. Адамдар жинала берсін. Ой, ассалаумағалейкум. Есеге кіріңіз, қосылыңыз. Бір сағаттай примерно сұхбат өтейік. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам, Заке, қалайсыздар? Жақсы, қалайсыз? Шүкір, жақсы, аманшылық. Жұмыстасыз ба? Офистеміз, аха. Сағат 9:30 болды, әлі жұмыста отырсыздар ма? Ерте ғой әлі, Заке, ерте. Сізді қайтып кетті ма десем? Қалай жағдай, жалпы? Жағыңыз қалай? Жақсы, ақырындап жүріп отырмыз. Дауыс бәрі естіліп жатыр ма? Дайындық қалай, дайындық? Дайындық жақсы ғой. Заке, дайынбыз ғой біз. Адамдар жинала берсін. Так, мына жерге қатты көңіл бөлмейсің. Қайырлы кеш, сұхбат қандай темада дейді. Сұхбат қандай темада? Былай, асо, былай формат жоқ. Негізінде ше, сұхбат еркін тақырыпта. Мен дайындап қойған сұрақтарым бар. Соған қойып, жауап алып, сол жауаптың арасында сіздерге пайдалы болатын болса, түртіп алсаңыздар болады. Дұрыс па? Форматты түсіндіріп өте салайын сізге. Алдында мен сұхбаттарымды көргенсіз ба, көрмегенсіз ба? Жоқ, көрмеппін, былай енді сұхбаттарды көріп жүрміз ғой. Менде мына екінші телефоным бар. Кейде бұған звондап қалсақ қатып қалады, оған былай қатты мән бермей қойыңыз. И мен бұл сұрақтарым осы телефонда да кезде қарап отырам кейде. Соған былай сыйламай отыр не деп емес, түсіністікпен қарайық. Бір ескертіп, басында ескертіп қоя салайын деп жатқаным ғой. Не ма? Бұл бірінші сұхбатыңыз ба? Қалай? Маған беріп жатқан жалпы сұхбат беріп. Былай негізі прямой эфирге бірінші рет кіріп тұрмын ғой негізі, Заке. Алдында бізде мынандай формат болған, барып камераларымызды қойып дайындап солайынан да сұхбат жасағанбыз. Бірақ ода көп шығындары кетеді. Осы формат еркін формат, осы жақсы ма деп ойлаймын. Жақсы ғой осы. Сұрақтарымды былай дайындалып ала берейін. Сіз алдында бір неге сұхбат берген едіңіз ғой, сол туралы айтып өтсеңіз қалай? Бірінші сұхбатта бір сторисіңізден байқап қарағаным. Бір студенттердің дипломдық жұмысы ғой. YouTube канал ашып отыр екен, сондай киіммен айналысатындарға. Солардың сұрағына жауап бергенбіз. Отандық өнімдерге байланысты сұхбат болған. Сіз не көрді толстовканы киіп шықтым. Біз жасаған емес пе? Оны емес пе? Жоқ, сіздерден алынған толстовка ғой, бірақ. Толстовка бізден, Бізде мынау. Отандық өнімді екеуміз қолдап отырық. Күлімдей болсын дедік қой бізде. Анау басында бірінші сұрақ, Құланмен ба? Не аттарын солай қоя? Толық аты. Дұрыс айтып жатырмын ба? Құлан KZ.
алдында құлан мен болған деді ма? Сол туралы ашып кішігірім түсіндіріп өтсеңіз, сол жалпы сізді кім екеніңізді. Атауына байланысты ма? Иә. Атауы, жалпы атауында біз осы құлан брендін 2 адам қалыптастырдық қой негізі. 2 кісі болып құрдық та. Менің атамның аты Құлан, яғни менің фамилиям ғой. Ал ана Саснователь жігіттің туған жері Құлан. Сол екеуміз біріктіріп, ер кісі өзінің туған жерін немесе атасының атын шығарады деп, екеуміз біріктіріп осылай Құлан деп қойдық қой. Жақсы, әдемі аты. Не, бұл кісі аты жөні кім дейді? Сіз кімсіз жалпы? Кәсіпкерсіз ба? Айнаға барғанда ең бірінші кімді көресіз? Біз кәсіпкер болып қалыптасып жатқан адамбыз ғой енді. Айнаға барған кезде ең алдында ең бірінші кімді көресіз? Және ол туралы ойыңызды айтып өтсеңіз. Айнаға қараған кезде енді осы киім саласында отандық брендімізді әлемге танытатын жақсы тұлға болып қалыптасып жатқан кісіні көреміз ғой, айнаның алдына барған кезде. Соған лайық болуға тырысамыз. Мынау Исеге қазір көктем мезгілінде жаттығу жасап жүрсіз. Қалай иммунитет? Қалай болып жатыр? Спорт? Жақсы. Спорт. Сол бізде негізі үнемі спорт менен бірге айырылмас серігім болған ғой біраз уақытша. Осы соңғы 1-2 жылдың ішінде спорттан біраз кетіп қалып, біраз қарын шығып қалған ғой. Солардың бәрінен арылайық, қайттан Шымыр Исмаил орнына келсін дедік та. Мен қазір кішігірім спорттық жаттығулар қосып жатырмыз өмірімізге. Жақсы. Мынау адам өзін дамыту үшін ең алдымен неден бастау керек? Адам дамыту үшін жай ғана жасау керек қой. Дамытатын, мысалы өзіңе үлгі тұтатын кісілер болады. Солар неменен айналысып жатыр? Соларға қарау керек. Менторыңды анықтау керек па? Иә, менторыңды, өзің үлгі тұтатын адамдарыңды. Сіз өзіңіз мына киім саласында ма, жалпы өмірде ма менторыңыз бар ма? Кім? Ментор дегенде ұстаздар көп барып, ақыл кеңестеріміз сұрап отыратын. Олай ментор дегенде үнемі жанымда жүреді деп айта алмаймын, бірақ керек кезінде сұрақтарымды қойып, жауап ала аламыз. Жақсы. Исеге тағы бір сұрақ бар еді менде. Адам өзінің өмірлік миссиясын қалай анықтайды? Сіз өмірлік миссияңызды тапқан адамсыз ба? Ізденіс үстіндегіміз ғой. Негізі адам мен жындарды Аллах Тағала құлшылық үшін жараттым дейді ғой. Иә. Сол үшін біз, мысалы, қазір біз қандай система құрасақ та, қандай бизнес жасасақ та, осы құлшылыққа апаратындай жасағымыз келеді. Мысалы, біздің кәсіп өзінше бір құлшылық ниетімізге байланысты. Мысалы, біз исламның құндылықтарын ел арасында насихаттап жатырмыз. Сол мақсатта құрылған жоба ғой негізінде, иә? Бұлай алдағы және бизнес жағынан айтатын болсақ та, Сәке, ақыр заманға дейін Аллах Тағала сақтап қойғанда ислам дінін. Сондықтан бизнес жағынан, перспектива жағынан қарасаңыз да, бұл тиімді жоба болып табылады да, екі жақтамада, Құдай қаласа. Жақсы, сіздердің істеп жатқан жұмыстарыңыз ұнайды, маған постоянно бақылап отырамын, нелеріңізді, киімдеріңізді. Анау, сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай өзіңіздің? Өмірлік ұстанымыз ешкімнің ала жібін аттамауға, ешкімнің хақысына кірмей, мысалы, жұмысшыларының өзінің хақысын орнымен беріп, уақытылы беру деген сияқты. Ұстанымымыз. Сізді жалпы кәсіпкер деп айтуға болады ғой, толығымен? Болады, қазіргі жобаларыңыз қандай? Осы бір ғана жоба ма қазір сізде? Бізде қазір 3 түрлі направлениеде жұмыс жасаймыз, бағытта. Біреу осы Құлан брендіміз өзіміздің. Екіншісі компаниялармен жұмыс жасаймыз. Компаниялардың униформаларын тігеміз. Unipрint деген проектіміз. Ал үшінші бағыт Универстор. Университеттермен жұмыс жасаймыз.
Осы еліміздегі бірқатар университеттермен бірге жұмыс жасаймыз. Алдында анау бізде байқап қалған Мұхтар Әуезов деген ба университет толстовкалары сондайлар болып жатыр еді ғой. Солар сіздердің өнімдеріңіз ба сонда? Сіздерден басылып Жоқ, шыға ма? Мұхтар Әуезовпен жұмыс жасамаймыз. Біз Алматыдағы университеттер, одан кейін батыс қазақстандық университеттермен. Алматыда мысалы Казгу, Абай, Жемпи, одан кейін АТУ бізбен жұмыс жасайды. Атап өтетін болсақ. Не қазіргі табысыңызды айта аласыз ба? Құпия ма? Құпия емес па? Құпия енді ол жағы. Қазіргі табыс мақұл, онда оборотты айтайық. Оборотты да құпия деп айта салайық. Бірақ Жоқ. жақсы. Орта деңгейден жоғары. Бұл не үшін керек айтайын ба? Қазір менде бұл эфирде жастар көреді да, жастарға мотивация болсын деген мақсатта ғой. Негізінде барып сіздің қалтаңыздағы ақшаны санау емес, негізгі мақсат. Жатқанда сол менде көбінесе сұрайды инстаграмда андай жолдарды сұрайды да, мынандай қандай жолдармен айналысқан дұрыс, мынаны былай істесем дұрыс па деген сияқты. Егер мотивация болсын деген мақсатта ғой. Оборотыңыз 15-20 ғой, 15-20 миллион шамасында. 15-20 миллион шамасында дейсіз ба? Сізді толығымен 100% кәсіпкер деп айтуға болады екен ғой. Бола ма ондайға оборотпен? Айландырып отырған. Кәсіпкердің бойында болу керек 3 қасиет атап өте аласыз ба? Кәсіпкердің тәуекел ғой. Аллаға тәуекел бірінші. Мысалы, кейде ойлайсың ғой, айлықтарын қалай төлеймін деп. Қалай алға жылжимыз, аренданы қалай төлейміз деген барлық проблемалар басында тұратын тәуекел ғой бастысы. Бірінші деген тәуекел ғой, бірінші керек. Сол тәуекелден қорықпау. Екінші десек, екінші бізде ұйымдастыру қабілеті болу керек қой, ұйымдастыру. Адамдардың басын қосып. Лидерлік қояды сонда? Лидерлік керек та, аха. Сосын үшінші? Үшіншісі сол алдына миссия қойып, соған сендіру керек қой адамдар. Бұл да лидерлікке келіп тұр, бірақ. Мысалы, мақсат қойып, соған өзінің артынан адамдарды ертіп ала білу. Үшіншісі қандай? Үшіншісі айтылған жоқ. Екіншісі сол лидер. Толықтыр ол, иә? Қазалы. Сұрақтарды жібер дегенде жібермедіңіз, әке. Қол алжымақ қойыңыз, ол еркін формат қой, еркін бұл жерде. Санау білу керек қой, санау білу керек екен. Үшіншісі десек. Есебін дұрыс болу керек та. Ағатай деген бауырымыз финансист, сол кіргеннен байқап қалдым да бірден. Есебін тура болмаса дұрыс ол негізінде, үшіншісі өте. Есебі дұрыс болу та. Бір күні плотно бір жерге. Бізде қадалдық қой қаншама рет. Қай кезде қадалдыңыз? Бір оқиғаңызды айтып бере аласыз ба? Қиыншылық болған. Мысалы, экспертность бар салаға кіру керек те, бизнес бастаған кезде. Мысалы, мен өзім білмейтін салаға кірдім. Аяқ киім саласына кіріп кеткенбіз біз 2018 жылы. Мысалы, осы салада пайда көп екен дедік та, Instagram страницаларды қарадық, шала шұрпы, анализ қатты болған жоқ та. Сонымен инвестор тарттық. Одан кейін бағытымызды дұрыс болған жоқ та, мысалы, бізде аяқ киімдерде сегмент таптау керек қой бірінші. Әйелдердікімен айналыс бастаған кезінде, яки болмаса ерлердікімен. Және ол қандай бағыт, классика ма, әлде күнделікті киетін ба, солардың бәрін зерттеген жоқпыз да, біз бәрін араластырып тастадық. Одан кейін рекламный бюджет далаға шашылды да ана жерде. Сонымен бір ай өзімізді ұстап отыра алмадық, сонымен қадалдық 4 миллионға, 10 мың долларға. Ол кезде стресс не болды ма жалпы? Болды, қарызға алынған ақша, телефонды өшіріп тастадық біраз уақытта. Күйзеліс. Телефон таныс емес номер звондаса дірілдеп бастадық қой. Ондай кәсіпкердің бойында болатын норма қасиет па сол? Жалпы қиналыс болатын, кедергі болатын жағдайлар? Ол қалыпты жағдай деп айтуға болады, бірақ
Содан сол уровеньнен өткен адамды кәсіпкер деу керек шығар мүмкін. Құлап қайта тұрған адамды. Иә. Оған дейінгілер Құлап, мысалы, сынып кететін болсаң, сенен мықты бизнесмен шығады деп айту қиындау да. Дұрыс па? Иә, менде де болған ондай кезінде менде біраз қарыздарға кіріп, анау фотосалон бар еді, соны жауып, бір ол кезде білімсіздігімнің арқасында деп мен өзімді қатты кінәладым. Сосын барып сабақтар оқи бастап, білім іздей бастадық қой. Партнер деген не екенін біліп, партнермен жұмыс жасап, солайынан жай бастадық та. Сосын тағы бір нормальный келіп жатқан кезде, бір нормальный істеп жатқан кезде зона комфортаға кіру деген бар да. Зона комфортаға. Сол зона комфорта сізде болды ма өзіңізде? Зона комфортаға кіреміз, шығамыз солай ғой. Мысалы, бір мақсат қоямыз. Былай өз ойыңызды айтып өтсеңіз жалпы. Зона комфорта деген енді, мысалы, бизнестің бір деңгейге шықты да, мысалы. Оборотың, мысалы, 5 миллионға шықты, таза пайдаң примерно оның 10% десек. И соған сен үйреніп қалдың да, ары қарай өсуге ұмтылыс болмай қалған кезде зона комфорта болады деп ойлаймын. Қорқасың да, мысалы, ары қарай рисковать етуге. Адам санын көбейтуге, рекламалық бюджетті көтеруге қорқасың. Қазір сіздердің кәсіптеріңізде 2 адам ғой. Сіздерде өзіңіз және партнеріңіз. Мысалы, мынандай болады, кәсіпте 2 адам болады, біреуі сату адамы, біреуі өнім адамы. Сіз қайсысыз соның? Мен сату. Сату адамсыз ба? Продажамыз ғой, иә. Ана жігіт өнім. Жанындағы жігіт. Осы енді бизнес ашатындарға жалпы бизнес ашпас бұрын нені білу керек? Сіздің ойыңызша, енді біраз бизнесте жүрген сіз. Бизнес ашпас бұрын нені білу керек? Иә, бизнес ашпас бұрын не істеу керек, мысалы? Бизнес ашпас бұрын не ашатыны бойынша бірінші іздену керек. Сол бойынша экспертность қалыптастыру керек. Минимальный рискпен бастаған дұрыс қой? Минимальный рискпен. Иә. Қадалып, ертең не істеп қалмау үшін, қорқып қалмау үшін. Анау бизнес ашасын, сосын бәрі нормальный бола бастайды. Енді басында команданы жинау, мысалы, сіздердің командаларыңызда қанша адам қазір жұмыс жасайды? 15. 15? Сол 15 адамды жинау үшін басқалар не істей алады, не істеу керек, нені білу керек команда жинау үшін? Команда жинау үшін енді ортақ мүддеге жинау ғой, енді команда жинау деген жалпы. Ортақ мүддеге, ортақ мақсатқа команда болып ұмтылу да. Сондықтан өзіңе мүдделестерді, ортақ мүдделестерді, мысалы, өзің не жазасың бірінші? Өзіңе командаңа қандай адам керек? Сол адамның портретін жазасың да? Ол системный болу керек, мысалы. Ол системный болу керек, позитивный болу керек, энергичный болу керек. Осы, мысалы, бір 10 шақты тұратын, мысалы, 10 шақты характеристикадан тұратын адам іздейсің да? Примерно соның бір 70-60% орындалса, уже командаға алуға болады да? Дұрыс. Мынау, сіз жақтан кішкене болып жатыр ау, сол интернет нашар болып отыр ма? Жалпы, мынау, промойде отырғандар қалай интернет қатты? Плюс жіберіп қойсын да? Нормальный болып жатса, сұхбат ұнап жатса, бір плюс жіберіп қойыңыздаршы. Және де осы айтып өтейін, эфирді соңына дейін көргендерге бізде әдеттегідей сыйлық тарататын әдетіміз бар негізінде. Сыйлық береді. Сіз дайынсыз ба сыйлық беруге? Біз ба? Иә, қонақ келсе, не келеді ғой, қоржынын алып келетін еді ғой. Мен барлық алдында 2 сұхбат өткіздім, екеуінен де сыйлық алғанбыз, біз сыйлық бергенбіз.
жалпы. Дайынбыз ғой, Сәке, дайынбыз. Белсеніп отқандарға қазір эфирдің соңында айтып өтеміз шарттарын. Мүмкін давай бүйтсек те болады. Бір 3 сан айтайық та қазір эфир барысында ше. 3 сан. Соны егерде ертең несінде сторисіне соңында сол 3 санды сұрайтын боламыз. Болады ғой, қазір 7 деген қоя салайық, 7 деген санды. Бірінші сан 7, иә? Бірінші сан 7, жазып қоя салайын, мен ручка алып отырмын ғой. Сізден пайдалы жазыланды. Нені сіздің бизнеске орай қайтып. Мына жақта сұрақтар қойып отқан сияқты, Сәке. Бұл аудиториямен де жұмыс жасап отырайық, онда алдыңғы ренжістер болдық, маған жазып, сондай ренжістер білдірді да. Иә, сон. Таргет тилдамен көмегі бар, жалпы клиент шақыруға дейді. Таргет сайт тилдамен көмегі бар ма? Жалпы клиент шақыруға дейді. Жауап бересіз, жауап берейін. Жауап беріңізші. Таргет деген енді ол мысалы социальный сетте сіздің өніміңізді көп адамға көрсету ғой негізі. Ол көп адам көрсе, демек олардың сатып алу вероятность жоғарылайды да. Ал тилда деген оларды күтіп алатын упаковка жасалған сайтыңыз, товарларыңыз көрініп тұратын. Мысалы офлайн дүкенде магазиніңізді қалай ассортиментпен толтырасыз, сайттың да өзінің ережесі бар, сол бойынша әдемілеп толтырасыз, клиент заказ беретіндей. Әрине ол қатты әсер етеді бизнеске. Бізде мысалы таргет өшпейді. 24/7 бізде жұмыс жасап тұрған нәрсе таргетіміз және сайтымыз. Сол арқылы заявка қабылдайды біздегі сату менеджерлері. Нелеріңіз, продажник отделдарыңыз бар ма сіздерде? Отдельный? Иә, бар. Оны продажникті қай уақытта кәсіпкер алған дұрыс? Біз енді Қуаныш Жонбайлардың сөзін тыңдап алдық қой негізі продавецтерді. Айтады, 3 миллионға дейін продавец керек емес дейді да, оборотқа. 3 миллион оборотқа дейін өзің продавец болсаң болады дейді. Основатель. Үлгересің да, қабылдап, солардың барлығын жіберіп дегендей. Ал 3 миллион асқаннан кейін продавец жайында ойлануға болады дейді. Бізде соны тексердік, сонымен жұмыс жасадық қой. Сұрақ, жоспар дайын, бизнес басталды, 3 рет сауда болды, бірақ товарды алай, не дейді, алдын ала көбейтіп рекламаны күшейтуге қорқып жүрмін, қандай кеңес бересіз дейді. Жоспар дайын, бизнес басталды, 3 рет сауда болды, бірақ товарды дейді. Сұрақ қандай болды? Алдын ала товарды алып, сосын реклама берейін ба, әлі қазір реклама берейін ба дейді. Реклама бірінші байсыз қойса болады. Түсінікті сұрақ. Товарды 3 рет сауда болды. Енді көбірек товар алып бастауға бола ма, болмай ма деп жатыр ғой. Иә. Енді сұранысты көру керек. Мысалы, сізде товар болмаса да, сізде товардың суреттері бар ғой. Сол товардың суреттерін өзіңіздің инстаграмыңызға толтырып салып қойыңыз. Егер тилда сайтыңыз болса, әйтеуір бір платформада жасалған сайтыңыз болса, сайтқа салып қойыңыз. Товарлар сізде болмаса да ше. Мысалы, сұраған кезде енді складқа келеді деген сияқты айтып, клиенттерді күттіруге болады сәл. Сұраныс жақсы болып жатса, алдыруға болады, болмаса. Мысалы, 3 рет сауда бизнес, бизнес қазақша киімдер прокатқа беріп жүрмін, бірақ киімді көбейтуге қорқып бастай алмай жүрмін дейді. Енді бірінші сұранысты анықтап алған дұрыс сияқты ғой, егерде басқа ассортименттер сұрап жатса, әрине көбейткен дұрыс, бірақ бірден емес, жай-жаймен. Иә, бір 5-6 алып, ең көп ходовой деген размерлерін дұрыстап. Ходовой размерлерді алып, солардан бастап. Дизайндарында әдемілеп, дизайндарда ерекше болса.
Исеге тағы бір сұрақ. Қарыздар болдыңыз, сол қарыздардан қалдыңыз сол моменттегі сәттер? Или ақша жинадыңыз ба? Бұл бойынша мен кітаптар оқыдық қарызға байланысты. Мысалы, Сайдмұрат Давлатов деген кісіні білетін шығарсыздар. Иә. Сол кісінің «Долги тают на глазах» деген кітабы бар. Жазып алса болады, көріп отырған кісілер, егер білмесе. «Долги тают на глазах» дегенде, мысалы, бірнеше адамнан қарыз болған кісі ғой, енді ол. 145 адамнан қарыз болған кісі 100-ден көп. Және ол кісінің қарызының сомасы $2 миллион шамасында болған. Сол кісі әр ай сайын барлық қарыздар мөлшерлеріне беріп отырған ғой, белгілі бір суммадан, тұрақты түрде, үзбестен. Бірінші ең аз болған қарыздарына құтыла берген, сонымен ана крупныйлар қалады ғой соңында. Оларға да көбірек беру мүмкіндігі болады да. Мына нәрсеге қалай көп ақша табуға адамның айналасы, көңіл күйі дегенге қанша әсер етеді ол? Көп ақша табуға. 1000% деп те айтса болады ғой, 1000%. Ол үшін не істеу керек? Қандай қадамдар жасау керек? Мысалы, бизнес орта, егер қалаңызда бизнес орта болса, сол ортаға кіру керек. Сол ортадан шықпастан, солармен бірге қатты қарым-қатынаста болып қойып тығыз. Мысалы, аптасына кемінде бір кәсіпкер досыңызбен, немесе ағаңызбен жолығып, өзіңіздің бизнесті, оның бизнесін талқылап, өзіңізге мотивация алуға болады. Энергия аласыз, күй көтеріледі өзіңіздің ішкі состоянияңыз. Мысалы, мен айта аламын, менде бір досым бар, бір 30-40 миллион оборот жасап жүрген. Сол жігітпен жолықтым да, ертесіне менің продажам 3 есе артты. Түскен сияқты? 3 есе артып кетті сол жігітпен жолығып сөйлескеннің арқасында. Одан мысалы, ол енді менен жоғары табыс тауып жүрген жігіт қой. Соны қарап, есептеп, ол өзінің кеңестерін айтты, біз соны қолдандық. Нәтижесі көп уақыт күттірген жоқ та. Негізінде, идея қымбат тұрады ғой, әшейін негізінде. Мысалы, біреу сізге бір нәрсені айтты, идея айтты, соны жасап көрді, и продажасы өсіп кетті да. Мысалы, бізде соны түсінбейді, жалпы инфобизнес деп не істейді. Сол инфобизнестер туралы көзқарасыңыз қандай сіздің инфобизнестерге? Инфобизнес деген ол ағартушылық қой. Ағартушылық. Мысалы, бізде осыдан бір 200 жыл алдын бізде Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсариндардың ағартушылық қызмет атқарды да. Тура сол қазіргі инфобизнесмендер негізі сапалылары жақсы. Бірақ мысалы бір курсты өтіп, сол курсты артынан ешқандай опытсыз, еш нәрсесіз қайталау, ол өте нашар. Инфо-цыган дейді ғой орыстарда. Ондайлар да бар, 990 теңге курс оқып алып, 990 теңгеге бір апта оқыды да, мысалы, или болмаса 3 күндік тегін марафонға қатысып, 4-ші күні өзі тренер болып кетсе, ол опасный. Мысалы, өткен жолы бар адам, айтары бар адам. Ондай адамдарды қалай ажырату керек? Қазір көбейіп кетті ғой, мысалы. Таргетті үйреніп алады, сосын ол таргетті өлтіріп жібереді, мен күштімін, мен мықты. Ондай адамдарды қалай анықтайды? Ол үшін енді сәл білім керек қой. Сәке. Мысалы, сәл ізден оқып, кішкене өзі де сол сала бойынша. Мен ойымша солардың кейстерін тексеру керек сияқты. Кейсі бар ма, ол қай жерден бастап келді, қай жерге дейін не істеді деген сияқты. Мына жерде тек қоя берейін ба? Қойыңыз. Тек ер адамдардың киімдері ма, бизнес аккаунтты қандай Инстаграмда дейді. Сұрақ түсінікті. Сіздің сұрап атырау, тек ер адамдардың кіма деп. Қазір эфир біткеннен кейін, Ұлжан ханым, эфир біткеннен кейін саламыз, нені белгілейміз аккаунтты. Ер адамдарда, әйел адамдарда бар. Екеуі де бар. Балалар да бар, кішкентай қыздар да бар. Исмаил ағамыздың несіне аккаунтына кіріп көріп шықсаңыздар да болады негізінде.
Сіз анау күндік жоспар жазасыз ба жалпы? Күніңіз, айыңыз, жылдық жоспар деген сияқты жоспар. Қағазға. Бие емес, айлық жоспар жазамыз қағазға. Бірақ жылдыққа әлі жетпедік ондайға. Соны қосу керек еді деп жүрміз. Жылдық жоспар жазбайсыз ба? Жазбағасыз ба? Жоқ, жазбадық. Мен алдында жазатын едім, биыл нақтылап жаздым, и басында орындалып жатыр. Қазір біраз орындалып қойды жоспар жазғаннан кейін. Сіздің күндік жоспарыңыз қалай өтеді? Қалай жазылады? Приоритеттер қоямын ғой бастысы. Ең басты атқаратын істерімді жазам, болды. Соның ішінде уже мысалы категориялар болса, ішіне подкатегориялар өздері шығып, солар бітіріп, примерно бір 80-90%-ке бітіреміз ғой планды. Анау жетістікке жетуге команданың қаншалықты рөлі бар сіздің ойыңызша? Команда ғой жетістікке жетуге әсер ететін нәрсе, команда. Оның рөлі өте көп қой. Анау сіздердің алдында Q4 па, Q4 деген не ашқан едіңіздер, бір жобаларыңыз болған еді ғой. Содағы бір түсірген командалық ролик туралы видеоларыңыз қатты негізінде сол маған әсер етеді. Командама келген кезде де мысалы адамдарға бірінші сол видеоны көрсетемін ғой. Командаға кірдім ба? Ал? Жақсы ғой, пайдасы тиіп жатса. Сол жақсы негізінде сол видеоларыңыз. Осы бағана инфобизнес деген сол ағартушылық қой. Мысалы қазір бізде енді ағартушылықпен Шонбай скул айналысып жатыр. Тағы да орыс тілді біраз курстар бар да. Қазір олардың мысалы шамасын санасаң, бір 85-ші жылғы, 80-ші жылғы кісілерді ағаларымыз. Ал сонда бізде мысалы 95-2005-ке дейінгі аралықта бізде қазір жас кәсіпкерлердің саны өсіп келе жатыр да. Сол ағаларымыздың еңбегінің нәтижесі ғой негізінде. Жаңа инфобизнес толықтыра кететін болсақшы. Анау қазір өзімде негізінде мен де сторисімді байқап жүрсеңіз үйретіп жатырмын, мен де сәл білгеніммен бөлісіп. Негізінде қателеспеуді үйренеді да, өзі қателесіп, ананы істеп ақшасын құртып жүре бергеннен гөрі нақты. Одан да алдында інілеріме үйрететінім осыдан бір 3-4 жыл бұрын інілеріме тегін үйретесің, тегін мықты. Өзім курс оқимын, өзім оқып алам, сол білімді кеп інілеріне айтып үйретесің. Жасамайды, олар тегін алған дүниені түсінбейді. Содан кейін қазір інілерім келген өзінде қазір ақша айтам. Ақша төле, ақшанды құрт, содан кейін ғана бір нәрсені үйренесің деп. Сіздің ойынша кәсіпкер қаншалықты рискке барған дұрыс? Қаншалықты риск болады кәсіпкерде? Енді басқа қадамының бәрі риск сияқты ғой кәсіпкердің. Қабылдаған шешімдердің барлығы. Мысалы мен рисковать етем, компания өседі, немесе сәл түседі, бірақ ол қателігіңді көріп, одан сабақ алып, оны жөндеген кезде сен одан қатты өсіп кетуің мүмкін да. Әр қателік сабақ болып келеді сізге. Ең көп жоғалтқан ақшаңыз қанша? Көп емес, қатты 10 миллион ғой. 10 миллион? Жоғалттыңыз оны? Ол ненің арқасында? 10 миллионға опыт сатып алдым десем болады. Бірнеше проекттерден қатарынан қадалдық та. 10 миллионға опыт сатып алдық қой. Мынау жаңағы эфирде айтып өткен екінші санымызды айта салайық. Мынау енді қосылып жатқандар бар. Эфирде 3 сан айтамыз. 3 санның бірін, хотя бы 3-еуін білсеңіз, сізге арналған сыйлығымыз бар. Қазір 9 деп, екінші 9.
жазып қоя салайық. Екі сан айтылды, қазір үшіншісі айтылады. Эфирді қарап отырыңыз, бақылап отырыңыз. Қызық болса, сізге пайдалы болса, түртіп алыңыз. Оттарды жіберіп қойсаңыздар да болады. Егер де ұнап жатса, біз екеуміз мына жерде отырып алып әңгіме айтып жатқандай болмайық. Аудиторияны WhatsAppпен сөйлескен дей ма? иә. Адамдар жатса, анау бизнесте мынандай нәрсе бар ғой, 20-да 30 деген қағида. 20% энергия жұмсайсың, 30%, 80, 20-да 80 деген қателестім, 20-да 30 деп қателестім. Сол туралы кішігірім айтып өтсеңіз. Бұл жерде енді мен өзімше былай түсіндім да. Иә. Паретто заңы да? Иә, қолданамыз. Мысалы, оны біз мынаны мәселеде қолданамыз. Рекламаға жіберген кезде. Бізде 15-20 түрлі киімнің түрі бар, қазіргі таңда. Соның ең ходовой 4 түрі бар, мысалы. Біз егер барлығын рекламаға шығара беретін болсақ, таргетке төлеп, ол примерно біздің 80% усилиямыз ғой. Ол бізге 20% нәтиже әкелуі мүмкін. Өйткені, мысалы, реклама қажет етпейтін продукттер бар да, оны біздің страницаға кіргенде, сайтқа кіргенде өздері-ақ тауып алатын. Арзан заттар. Мысалы, 80% усилия жасаймыз да, біз оның барлығына реклама жіберіп, таргеттен бюджет құртып, бірақ одан біз шын мәнісінде 22% нәтиже аламыз. Ал егер біз оның барлық усилиямызды 20% өзіміздің күш-жігерімізді, мысалы, ең ходовой деген және чегі ең үлкен киімге қоятын болсақ, ол чегі үлкен киімге өту арқылы біздің киімдер, клиенттер арзан киімдерге де көз түседі, оны онсыз да сатып алады. Сонда біз 20% усилия арқылы 80% нәтиже аламыз. Әдемі, жақсы. Мысалы, командаға адамдар алған кезде ше, командаға адам келеді. Сол кезде өзіңіздің командаңызды кейін қазір мына деңгейде тұрмыз, біз бірақ мына деңгейге бара жатырмыз дегенді қалай түсіндіресіз, қалай айтасыз командаға? Қазір айтып жүрген, мысалы, адам дейді, сәке. Мысалы, өзінің бір жылда істейтін іс-әрекетін көп бағалап қояды да, көбіне. Мысалы, бір жылда мен оборотымды 10 есе үлкейтіп жіберем деген сияқты. Дұрыс па? Бірақ оған жете алмай қалады да, мотивациясы сөніп қалады кейде. Кейде емес, көбіне. Ал бірақ өзінің 5 жылда жасайтын ісін мойындамайды. Аз бағалайды. Мысалы, компания 100 есе өсуі мүмкін, бірақ ол оны ондай емес. Оны примерно бір 20-30 есе өседі деп есептеуі мүмкін. Сондықтан біз айтамын мен командаға келген кісілерге. Мысалы, сен қазір бізде командада, мысалы, біз үлкен әлемдік брендті қалыптастыру жолындамыз. Үлкен әлемдік империя қалыптастырып жатырмыз. Сол империяның бір бөлшегі болсаң, қош келдің деп. Мысалы, 10 жылдан кейін біз артымызға қарап айтуымыз керек те, мына өнімді, мына проектті біз жасадық деп. Сіздің ойыңыз бай адам деген кім? Бұлай біздің ойымызша болғанда, біздің ойымыздың көбісі өзіміз оқыған кітаптар, мысалы, таныс адамдармен солар арқылы қалыптасады ғой негізі ойымыз. Сондықтан біз енді оқыған кітабымыз бойынша және соны практикадан өткізген бойынша әдеттер ғой, сәке, әдет. Айтады ғой, кедей адамды дейді, өзінің әдеттері басқарады дейді. Мысалы, оның жаман әдеттері бар да, мысалы, темекі шегеді, немесе көп ұйықтайды, аз жұмыс жасайды, еріншек деген сияқты. Соны әдеттері басқарады. Мысалы, ол өзгермейтін әдет сияқты қабылдайды да өзінде. Ал бай кісілерді керісінше ол әдеттерді өзі қалыптастырады және сонымен жүреді дейді. Көрдіңіз бе? Мысалы, бай кісілердің әдеттерін зерттейді, өзінің өміріне соларды жайлап кіргізіп отырады. Күнделікті өмірін өзгертіп отыру ғой, сонда? Күнделікті, мысалы, бүгінгі күні кешегі күніне ұқсамайтындай. Оны қалай жасау керек? Азғынды тұрған кезде неден бастау керек? Мысалы, кішкентай қадамдардан бастап, мысалы, нәпсіге ауыр тимейтіндей қадамдардан. Мысалы, менде қазір өзімше тренировканы қойдым ғой өзіме, көріп жүрсіз ғой, роликпен күніне бір 10 реттен күнде істеп жүрмін.
Бұл кішкентай бір қадам да. Мысалы мені спортқа апарады. Мысалы маған спорт залға барып, мысалы мен күреске қатысатын едім көп, бірақ қазір енді уақыт жағынан бара алмай жүрміз да. Күреске бару маған қиын болуы мүмкін да. Бірақ мынаны жасай салу оңай. Өзімді жеңуге ше. Осы кішкентай қадамдар арқылы мен үлкен қадамды да жасай алатыныма сенемін да. Кіші жеңістер ғой, кіші жеңістер. Кіші жеңістер, аха, осы кіші жеңістер. Тағы кіші жеңістерге нелер кіреді, толықтырып өтсек. Азанда тұрғанына, көрпенді жинағанына птичка ұрсанда кіші жеңіс. Мысалы егер көп ұйықтап қою әдеті болса, соны жайлап уақытын, мысалы, егер ол 10-да тұратын болса, 9-ға ұзартып, 9-да тұратын болса, 8-ге, болмаса 8:30-ға деген сияқты. Кішкентай жеңістер арқылы оның өзіне деген сенімділігі пайда болады, және үлкен істерді атқаруына себеп болады ғой. Яғни жалқаулық бой бермейді ғой, негізінде жалқаулық. Мен өзімде жалқау адамдардың бірімін негізінде. Жалпы жалқаулықтан қалай арылуға болады? Сіздің өзіңіздің оқыған, түйген білімдеріңізден. Біз жалқаулық болғанда бізде қатты еңбекқор адамбыз деп айта алмаймыз ғой негізі. Жалқаулық мысалы енді жаман әдетті тастау үшін дейді. Жаман әдетпен күреспе дейді да. Оданша жақсы әдет қалыптастыр дейді. Онда ақырын өзіңнің жаман әдеттеріңді жеңіп кеткеніңді өзіңде байқамай қаласың да. Келісесіз ба? Анау алдында мен бір неден бойдағы жаман таракандарды соларды алмастыру деген бір жерден көріп оқып. Соларды алмастыра саласыз да. Мысалы, сізде еріншектіктің үлесі көп болса, мысалы 70-те 30 болып тұрса, мысалы 30% сіздің энергияңыз зор тұрды мына жағыңыздан. Жасайын болсын, жасайын деп. Бірақ 70% жаман әдеттеріңіз, жаман ойларыңыз, біреуге реніш, мыналарыңыз сізді қысып тұрды. Сонда сіз мына 30%-тің көбеюіне жұмыс жасайсыз ғой. Сонда жайлап мынаны алады деп ойлаймын. Жаман әдеттерге, жаман ойларға орын қалдырмайды да. Анау сіздер де өздеріңіздің бизнестеріңізді ше, юнит экономиканы жүргізесіздер ма? Жоқ. Юнит экономика жасамайсыздар ма? Бір клиенттеріңіз жаңаға кеп. Бизнесте клиентті көбейту үшін не істеу керек қазіргі таңда? Нені білу керек? Маркетингті білу керек, және сервисті. Клиентке бірнеше рет сатуды. Клиентке бірнеше рет сатуды дейсіз ба? LTV дейді ғой, lifetime value. LTV туралы мысал түсіндіріп өтсеңіз. Мен түсінем, басқа адам түсінбеуі мүмкін. LTV деген не? LTV дегеніміз, мысалы, сізден оны процентпен есептейді. Мысалы, сізден 10 клиент сатып алды, бірінші сатып алымын жасады, 10 кісі. Оның 7-еуі екінші рет тағы сатып алды. Примерно 70% LTV-ді екінші рет сатылымға. Және оны үшіншіге көбейтіп, клиенттің сізбен бірге өмір сүруі ғой, негізі, lifetime value. Клиенттің өмірлік циклы, клиенттің өмірлік циклы, аха. Сізбен бірге жүретін. Мысалы дейді ғой, мысалы, сіздің кішкентай кофейняңыз болса, ол жерге барып, күніне бір күнде, мысалы, 10.000 теңге касса жасап кететін кісіден гөрі, сізге күнделікті 500 теңге кассада жасап кететін кісі қымбатырақ та, күнделікті. Сол нәрсені кофелер көп қолданады негізінде. Бизнес барысында ең әсерлі мотивация берген кітаптарыңыздан кеңес бере аласыз ба дейді. Өзіңізге ұнаған кітаптарыңыздың бірі. Негізі менің басты бағытымның өзі маркетинг қой, негізі, маркетинг. Содан, мысалы, не оқысаңыздар, Голубой океан деген кітапты оқып көрсеңіздер болады. Голубой океан. Стратегия Голубого океана деген. Және фиолетовая корова деген бизнесті бастау барысында оқығанға өте жақсы көмектеседі. Фиолетовая корова. Ол не туралы? Сол маркетинг бойынша ерекшеленуге байланысты ғой.
Жақсы. Нарықта өз орныңды көрсетуге. Мысалы айтады ғой, үздік болма, бірінші бол дейді. Маркетингтің негізгі қағидаларының бірі. Мысалы, бізде көбіне қателік, мысалы, бизнес идеяны идеальный болғанда бастаймын дейді де көбісі. Бірақ ол идеальный болу үшін ол қателесіп көру керек та. Сондықтан, мысалы, бастамай жатып, оны идеальный жасау мүмкін емес. Сондықтан бастап кетіп, сол қадамдар арқылы апаруға болады. Жақсы нәтижеге. Сол осы нәрселерді бағыттайды жаңағы стратегия Голубого океана деген кітапта. Жақсы, рахмет. Не, командаңызды мотивация бересіз ба командаңызға? Иә, міндетті түрде. Ол қалай жүзеге асады? Қалай Ол мотивировать етесіз? Мотивировать еткенде, мысалы, жиналыс барысында, жиналыстан кейін көз жанып қалғанын байқаймыз команда мүшелерінің. Және жеке-жеке сұхбаттардың арқасында. Барлығына жеке-жеке көңіл бөлуге тырысамыз. Мысалы, бөлім басшылары өзінің қол астындағыларға, мен бөлім басшыларымен дегендей. Нені, командаңызға ұрсасыз ба? Иә, соны тастау керек еді. Қатты ма? Иә, мен қатты тұрсам. Негізінде андай бар ғой, командан ұрсып, ұстап қала алмайсың деген. Ол қағидаға қарсы шықтыңыз ба сонда сіз? Қағиданы мен былай айтамын негізі, Сәке. Мысалы, ұрысқанда да, мысалы, не үшін ұрыстың деген сұрақ бар ғой. Иә. Мен оны, мысалы, жұмыс қалған кезде келісіп аламын барлығымен. Айтамын да, мысалы, мен ұрсам деймін да, командаға келген кісіге. Бірақ, мысалы, мен ұрысты екен дегенде, мен, мысалы, бастық екенімді көрсету үшін, немесе өзімнің мықты білетінімді, мықты, или болмаса менің одан дәрежем жоғары екенін көрсету үшін емес, интерес ондай емес та. Бұл жалпы ортақ мүдде үшін. Оның кішкентай жасаған қателігі компанияның қызметінің, немесе товардың качествосына әсер ететін болса, онда ұрсамыз біз сол кезде. Көрдіңіз ба? Сонда біз бұл жерде ортақ мүдде үшін ұрысып жатқанын ол да түсінеді да. Көрдіңіз ба? Мен өзімді артық қойып тұрған жоқпын ұрысқан кезде. Жай ғана мен клиенттерді және компанияның болашағын тура сен сияқты уайымдағандай, мен айғайлап айттым саған деп ескертіп қоямыз басында. Көрдіңіз ба? Анау кайдзен жүйесін қолданасыз ба жұмысыңызға? Қазір енгізіп жатырмыз кайдзенді. Кайдзенде айтады ғой, команда егерде дұрыс істелмей жатса, ол жерде команда мүшесі емес, жүйенің қателігі дейді ғой. Беріп жатса. Иә. Енді адами фактор ғой, Сәке. Иә. Жалпы сұхбат қалай болып жатыр? Егерде сұрақтарыңыз болса, қойып отырсаңыздар болады. Эфирде отырғандар жауап беріп, көкейіңізде жүрген бір сұрақтар болса, қойыңыздар, біз сіздерге жауап беруге тырысамыз. Жалпы бүгін эфир қалай ұнап жатыр ма сізге? Маған ба? Иә, ұнап жатыр. Жақсы, Сәке, жақсы сұрақтар қойып жатырсыз. Бизнес бастап жатқан адамға және жүргізіп жатқан кісілерге байланысты. Андай, тек өзімді ойлап, тек қана өзім туралы информация білетін болсам, номеріңіз бар, номеріңізге шыға салам, немесе бай дайректке ғана жаза салатын едім. Бірақ маған пайдалы болсын, мен де біраз нәрселерді түсініп, үйреніп жатырмын. И басқаларға да пайдалы болсын деп, қоғамда осы үшін жүрміз да негізінен. Дұрыс, өте жақсы. Жақсы ұстаным. Сол мақсатта жасалып жатқан эфир ғой бүгінгі. Әлі де эфирлер жасап тұратын ойлар бар. Мықты тұлғалармен, сіз сияқты кәсіпкерлермен. Разы болсын шақырғаныңа, Сәке. Прямой эфирге өзі бірінші шығып тұрмыз негізі. Кеше бір тестері өтіп, қалай болады екен деп қарап көрдік өзіміз, иә. Үйреніп кетесіз. Негізінде андай да, білмеймін, эфир бастағалы осы екі сұхбат болды ғой. Сізді шақырғым келіп, сөйтіп ойланып, жоспарыма жазып қойып, сөйттім да. Әйтеуір эфир бастағалы берші, әлі басталмаған эфир басында, осыдан бір
1,5 ай 2 ай болды өйстіп бастап сұхбаттасып жүргеніме ше. Сол кезде Мхм. ай осы эфирімнің қонағының бірі сіз боласыз деген сияқты не істеді. Мүмкін сол нәрсеге не түрткі болды маған, мысалы кейсіңіз ба сіздің, мысалы да істеп жатқан жұмысыңыз ұнағаннан кейін ба? Білмеймін, ол жағын енді өзіңіз айтасыз ба Сәкен, не үшін шақырғаныңызды? Иә. Сіз шақырдыңыз, біз қабыл алдық дегендей. Бұл сіздің жалпы өзіңіз жеке өзіңізге емес, жалпы командаңызды көріп жүргеннен кейін, неңізді, жұмысыңызды бақылап жүргеннен кейін ба, жұмысыңыз ұнағаннан кейін шақырдым да, жақсы ол деген. Былайын айтқанда, результат қой негізінде. Прогресс та сіздің тарапыңыздан прогресс. Рахмет, Сәкен. Жалпы мына жерде сұрақтар. Так, бірінші рет эфиріңіз өте керемет нәтиже, күнде шығып жүрген адам сурет көрсеттіңіз дейді. Сізге алғысын білдіріп жатыр. Күнде эфирге Рахмет. мықты нәрселер көрсеттіңіз дейді. Жалпы бізде сұрақтар бар ма? Сұрақтар болса қойып өтейік. Карантинде, алдыңғы жылы карантин қалай әсер етті бизнеске? Карантин бізге оң әсер етті. Біз енді интернет-магазин ғой бізде. Иә. Пайдалы болды. Продажамыз біз өзіміз компания ретінде бір 3 есе өстік карантиннен кейін. Карантин полный локдаун болды ғой, жауып тастады ғой. Иә. Ол кезде бізде жабылдық 2 айға. Ол 2 айдан кейін ашылғаннан кейін біз 3 есе өсіп кеттік. Қатты өстік. Карантинде не істедіңіз? Уақытты қалай өткіздіңіз? Карантинде біз құрылыс саласында бизнес ашып көрдік. Карантинде ма? Иә. Алдағы уақытта оразаға дайындық қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Дайындалып отырмыз. Жалпы сұрақ сізге. Осы бір жылда 2021 жылы Исмайлды қандай жаңалықтар мен өзгерістер күтіп тұр? Бұйыртса біз қазір франшизамызды упаковать етіп бастап жатырмыз. Сол Қазақстанның бір 5-6 қаласынан дүкенімізді ашу жоспарымызда бар жылдың соңына дейін. Әмин, орындалсын. Рахмет. Анау көп адамдардың білім ізденбейтін болып қалады кейде ше. Білім алсай, ізденсей деген кезде көбінесе қол сілтеп қалып кетеді да, соларға мотивацияны қалай мотивировать етуге болады ондай адамдарды? Не айтуға болады оларға? Бәрі Мысалы, ізденбей жүрген адамға ма? Иә. Оған керек па деген сұрақ бар ғой тағы да. Оған ізденіс керек па жалпы дегендей. Ол мысалы зона комфортқа кіріп, сол жер ол үшін жақсы болуы да мүмкін да. Мысалы бізде негізі ізденіске келуіміз қателіктердің арқасында болды Сәкен. Қателіктердің арқасында. Қателіктер дейсіз ба, иә? Мысалы адам қарын ашқан кезде тамақ жейді ғой. Иә. Ал егер мысалы қарын тойып тұрып, мысалы сен кесеңе су құйып толтырып қойдың да? Толтырып қойдың, одан артық құйсаң ол төгіле береді ғой. Оқтан үнемі жаңа вызовтар болу керек та, мына кесенің көлемі үлкейіп отыру керек сияқты да. Мысалы қателессең, өзіңе бір нәрсе жетіспей тұрғанын білесің. Яғни қарның ашады да, жаңағыда айтсақ. Қарның ашады, сол білімді аласың, тағы жалғастырасың алға қарай. Егер де өзің сүймеген жұмыспен айналысқан дұрыс па? Егер де ақшасы жақсы болса. Мысалы, маған алдында қойылатын бір сұрақтар бар еді. Ол саланы сен сүймейсің, сен сүйікті ісің емес, бірақ ақшасы бар ол салада да. Ақшасы дұрыс па? Мысалы, ол сүймейтінін білсе, нақты ұнамайтынын, неге ұнамайтынын меніңше жақсылап зерттеп көру керек алдымен. Меніңше ақшасы болса айналысу керек онымен, Сәке. Менің жеке ойым ғой енді. Иә. Мысалы, егер келіп тұрған табысы жақсы болса, оны бірден тастап кетуді айтпаймын. Ақырын өзінің сүйген ісін бастап көруге болады да, параллельно.
Немесе М, айналысатын адамдарға төлеп тұру керек. иә. Кәсіпкер ретінде басқару Яғни, керек. иә, кәсіпкер ретінде сырттан басқарып көру керек бизнесті. М, Мысалы, бізде бизнеске келген кезде, мысалы, мен айта алмаймын, сүйіктісімнен бастадым деп. Біз, мысалы, ақшасы жақсы кәсіппен, мысалы, осыда пайда бар деп кіріскен істер көп та, сүйген ісім деп айтатыннан гөрі. Мысалы, м, маған қазір өзім айналысып жатқан дүние ұнайды, бірақ 5 жылдан кейін маған тағы басқа нәрсе ұнап қалуы мүмкін. Бірақ ол кезде мен мына бизнесті тастап кетпеймін ғой. иә. Мысалы, мына бизнесті, мысалы, сырттай басқарылатын қылып жасап қою мүмкін. М, Және сол арқылы өзіме ұнады деген кәсіпті бастап, ол да ертең ұнамай қалуы мүмкін да. ә, дұрыс. Мысалы, ұнады, ұнамады дегенді меніңше жақсылап тексеру керек сияқты. Иә. Анық, дұрыс дейсіз ғой. Мысалы, мүмкін басқаруда сәл өзгерту керек шығар. Мысалы, маған ұнамайды деген кезде өзінің тұрған позициясы ұнамауы мүмкін адамға. Мысалы, біз кәсіпкер ретінде бизнестің барлық позициясында болып көреміз да, өзіміздің бастаған бизнестің. Иә. Сатушыдан, өндірушіден, курьер боламыз. Мысалы, бизнесің ұнамай кетуі мүмкін да, егер сен барлығын өзің жасап жүрсең. Ол табыс әкелуі мүмкін да. Мүмкін ол кезде тек делегировать еткен нәрсе, мысалы, бөліп беретін болсаң міндеттерді. Сол Иә. нәрсе егер шешетін болса, және сол кезде сен өзіңе ұнайтын позицияға отырып алсаң, меніңше ол кезде де шешуге болады тағы. Бизнес болғаннан кейін ода әртүрлі нелер бар, орындар бар. Дұрыс па? Иә, жақсы. Әдеп. Не, 18-20 жасар Исмаилға қандай ақыл айтасыз? Just do it дейміз ғой. Жаса дейміз ғой, жасап көр. Біз 18-20 жасымызда оқумен айналыстық қой тек қана. Универде оқыдық, бірақ саудаға қатты қызығып қараған жоқпыз да. Иә. Кейін сол оқуды бітіргеннен кейін ойланып кіріскен адамбыз ғой. Сол кезде мен айтар едім 18 жасар Исмаилға бизнес жасап, саудамен айналысып көр деп айтар едім. Әртүрлі проекттерді жасап. Сабағын тастаған дұрыс па? Hı? Сабағын, егер де 18-20 сабақ оқитын жігіт болса, қыз болса. Мысалы, маған негізі шынымды айтсам, мен мысалы оқыған болсам, мен өзім алтын белгіге бітіргем, жақсы оқыдым негізі. Университетте де жақсы оқыдым. Бірақ қаншалықты қажет білім? Мен оқыған білім. Қаншалықты актуальный, соларды анализ жасап көру керек қой. Егер ол, мысалы, егер IT-де оқып жатсаң, мен мамандығым IT-шникпін ғой мен енді. IT-де, СДУ-да оқып жатсаң, КБТУ-да оқып жатсаң, оқу керек. Ол жерде онсыз да направление береді саған жұмыс жасауға байланысты. Ол жерде оқу керек, сол маман. Мысалы, егер Казгу болса енді тек орта үшін баруға болады ол жерге. Орта туралы кішігірім айтып өтсеңіз. Мысалы, мысалы менің бизнеске келуіме түрткі болған факторлар бар да енді бірнеше. Мысалы, біз Казгуде оқыдым, мен Казгуде мехматта. Математикпін ғой негізі. Математикпін ғой. Ол жерде біздегі алдағы курстағы жігіттер бизнес жасап, өзінің услугаларын сатып жүрді сол моментте. Мен солармен жақсы араласып қалдым, солардың жанында жүрдім біраз. Және осындайда өмір бар екенін сезін алдым да мен. Мысалы, менің универге барып келуімнен бөлек, бизнес деген әлем бар екенін сезінуге көмектесті, ең алдымен. Орта маңызды ғой? Өте маңызды. Ортаның маңыздылығын түсіну үшін қазіргі араласып қасында жүрген жақсы, қатты күнде араласып жүрген 5 адамның табысын қосып, соны 5-ке бөлетін болсаң, тура сенің табысың шығады дейді ғой. Иә. Адамдарға істетіп көрсем де тура шықты негізінде. Арасында көп тексерілген нәрсе ғой. Көп тексерілген дүние ғой. Сол, егер қасындағы барлығы 500 мың теңге табатын адамдар болса, сен де 500 мың теңге табасың деген сөз ғой. Сол үшін ортаның маңыздылығы өте жоғары. Өте маңызды. Жалпы, соңғы біздің санымызды айтайық. 7 айтылды, 9 айтылды.
Бәрі де сіз айтып қойдыңыз ғой, Сәке. А, жоқ. А, қазір мен басқа нәрсе айтайын деп жатырмын эфирде отырғандарға негізінде. Қазір соңында кірген адамдар болса да қайтып көріп шықса болады, егер де техникалық ақаулар болмаса сақтаймыз. Қазіргі 11 санын айтайық. 7, 9, 11 сан. Егер де осы сандарды бізді қазіргі эфирді скрин жасап алып, өзінің жалпы көргендер болса, соны хэштег арқылы банағы сандарды бір жеріне кішігірім емес, кішігірім көрінетіндей қылып бір кішігірім жеріне белгілеп қойып, біздің Исмаил ағаны және мені парақшамды белгілеп, өз ойыңызбен айтсаңыз, сыйлығымыз болады. Қандай сыйлық ол? Сіздің қоржыныңызда не бар? Біз енді киім сататын болғаннан кейін футболка берейік. Уалейкум ассалам. Футболка берейік, осындай күнімде болсын еді деген коллекциядан таңдаған ішінен. Қанша адамға сыйлық? Так, 3 кісіге берейік, 3 кісіге. Сәке. Алдында осындай эфир болды. 3 кісіге берейік, онда 2 кісіге не істеңіз, 1 кісіге мен өзімнің жеке кездесуімді арнайын, уақытымды бөлейін. Алдында бір жігітке осы 2 эфирде 2 жігіт келді. Өте пайдалы алып кетті жеке. Шымкент қаласында болса, әрине жекеде жолығып сөйлесуге болады. Ал басқа қалада болса, ұтып маған ұнаған жандар болса, көреміз, оның сыйлығын береміз. Түсіндірейік, жалпы отырғандарға шарт қандай? Ол дәл осылай қазір бір эфирді соңына дейін көргендер болса, от жіберіп қойықшы, осы оттармен бірге скрин жасап алса, соны оттар жіберейік, оттар дәл осы оттар келіп жатқан скрин жасап алып, сізді әдемі болып тұрыңыз, осы эфирден түйген ойын кішігірім сториста бөлісіп кетсе, Исмаил ағаны және мені белгілесе, арасынан Исмаил аға 2 адамға футболка береді, мен 1 адамға. Егер де Шымкент қаласынан болатын болса, ол кездесу басқа қаладан болса, көреміз, сыйлық береміз, сториста салатын болам, бөлісетін болам. От жіберіп жатыр, осы оттармен бір скрин жасап алайын менде, әдемі қылып. От көбейді ғой. От көбейді, барлығына ұнаған сияқты. Жалпы ұнаса, рахмет. Сторисқа салып бір белгілеп, пайдалы болса, біз сізге пайдалы болсақ, сіз де бізге пайдалы болып, өз ойыңызбен бөліссеңіз болады. Қорытынды сөз айтар оқырмандарымызға, жалпы көрген көрермендерге айтатын ойыңыз. Енді мысалы бізден көріп отырғандар көбіне бизнес айналасында жүрген кісілер ғой. Бизнесте жеке даму саласы дейік, жеке дамуда. Бастысы жеке дамудан тоқтамаңыздар. Өздеріңізге үнемі жаңа вызов тастап, жаңа белестерді бағындырып жүріңіздер. Жалпы эфир қалай болды? Ұнады ма сізге, өзіңізге? Ұнады, Сәке, әдемі, жақсы. Рахмет. Жақсы сұрақтар, жақсы тақырыптарды қозғадық деп ойлаймын. Уақытыңызды бөліп, маған арнап келген үшін сізге алғысымды білдіремін. Егер де Алматыға сапармен барып қалған жағдай болса, сіздерге кіріп, қолыңызды алып қайтамыз. Болды, міндетті түрде күтіп аламыз ғой, Құдай қаласа, келсеңші, Сәке. Жалпы барлықтарыңызға сау, саламатта болыңыздар. Қайырлы түн тілейміз. Эфир осымен болды. Жақсы. Сәлем айтыңыз командаңызға. Жақсы, сіздер. Шымкентке сәлем жолдаңыз бізде. Болды. Жақсы. Рахмет.